Не істеп артынан? Дайынсың ба, жаным? Ашпа. Бүгін бір әйелімді бір қуантып қойын деп, аз да болса. Не жабыл? Алтын ба? Да, біліп бәтен сондай? Білмеймін, жан әйтеуір алдым ма әйтеуір. 7000 теңге тұрады екен. Кәне. Ұнады ма жоқ па? Арзан ей, қатты қымбат. Ондағы 2 жылдық сертификат. Ой, сертификат деп ғой, гарантия. Алып тастады ма дейді ценнигі. Жан! Сағат па? Жоқ, біледі. Күшті құттыз. Не деген жақсы күйеу тауғансың? Осылай әйелдеріңізді қуантып қойсаңыздар, бір апта миыларыңызды ашытпайды. Аман болыңыздар, жігіттер. Мен сен миын қашан аштым жүрме. Әр үйдің байыбы бөлек. Мына жақта папа өзінің аяқ киіммен алысып жүр. Біреу айтқан ғой саған, мына аяқ киім жараспайды деп, соған өзі. Неге жараспайды деп ойланып жүр. Пап, кешке плов жейміз ба? Не плов? Басыңыз конкретно байланып кетіпті. Мен қайнатам Тони Старкқа ұқсайды, қараңдаршы. Или Росомахаға ұқсай ма? Пока сіз шыға беріңіз, мен артынан шығам сосын. Кімде бар осындай қайната? Көсенайна пөсенай, пөсенайна көсенай, көсенайна төсенай, пөсенайна көсенай, пөсенай. Батия. Тұрсалшы, пап. Етегіні жауып жатсаңшы, етегі. Ма, пап, үйде ремонт болып отыр ма деп ойладық қой біз. Неге? Неғып қатты қорылдайсыз? Кетпеймін. Геракл, вставай, Геракл. Кету керек. Ұйықта? Бота тұрш. Қызы да, әкесі де әйтеуір. Түске дейін ұйықтайды. Осылай, короче. Тұрыңыз. Мынаны қарасаңдар сендер. Вай, Чо там? Бұна, короче, 2-9 секундта жүреді. Тура мен Мерсім сияқты екен есі, характеристикасы. Кет. Мұна қызда жүрек жоқ, Мен мүнбеймін. Жаңа скоросты көрдіңдер ма? Жүрегім шыдамады. Ойландаш қыз, мұна мен прямой ан жаққа дейін көтеріледі. Ал кетті біздікілер. Отырмаған дұрыс болды. Қалып қалушы едің сен. Натуре толып қалушы едің сен. Біз сафариға келдік. Ойбай. Қатын бұлай тұр. Қазір мынау Монзаны 17 жастағы қызға сыйлаймыз. Потолок па? Алдыңғы эфирда шай сатып алған 17 жасар қарындасымыз келе жатыр. Гүл береміз қазір. Мынау Монза деген іші әдемі екен ғой, Ох ты. В общем, осы көлікті қазір табыстаймыз. Алматыға аман есен келдік. Қайната машинасы мініп алғансың ғой, короче. В общем, машина дайын тұр. Саламатсыз ба? Ау? Сізді видео түсіруге болады шығар, Атыңыз қалай? Алтын деген қарындасымыз мінекей, жеңімпаз. 17 жасар қарындасымыз өткенде 6 сентябрь күні біздің эфирден шай сатып алды. 2 сет шай алып, Монза көлігін сатып алды, машалла. Жоқ па бұлай мамаңыз, ағаларыңыз? Анашым просто кішкене ауыратын. Аллах шипасын берсін. Қуаныштысыз ба? Не істей алмайтыншы. Дірілдеп тұрып қалмадыңызшы. Бірінші рет тұрсыз. Вообще сенбейтін бе едім.
негізі қатысынбайтын. Анашым айтады, осыған қатысып көр, мүмкін ұтып қаларсың дегенде, сосын барып ала бердіп, ақшалайды, машинаны ұтып алдым. Şu ақшада болған ба? Мен білмеймін қанша ұттыңыз? Сол 25 мың теңге ұтты, сосын барып анашым айтты, что тағы да алғам деді. Бір эфирде ма? Жоқ, бір эфирде емес, алдыңғыларында ұтқан екен. Hyundai Elantra'дан қалмайтын сияқты ол. Ана қарасаңдар. İşte. Қай мектепте оқисыз? Мен мектепте оқымай, универде оқимын. Универде оқисыз. Қай универ? Нұр Мүбәрак? Нұр Мүбәракта оқитын оқырмандарым болса, барлықтарыңызға жалын сәлем. Мінекей. Бірінші курс бойынша бұл қарындасымыз көлік керек емес, осы көліктің ақшасын берсеңіздер жақсы болатын еді деді. Бір ауыз сөзін жерге қалдырмай, көлікті емес, ақшасын беруге келдік. Танисың ба негізі? Отыр екен, жақсы көреді. Олжас бар ғой, осы алтын қарындасымызға табыстауға мен де қатысайыншы, көзіммен көрейінші, және оқырмандарыма да мақтанып көрсетейінші деп келді ғой мұны. Астанадан келді, ары қарай Дубайға кетті, Дубайдан келді ғой арнайы. Көліктің орнына ақша алам дейді. Алтын қарындасымыз көлік емес, ақшасын алсақ бола ма деп өтініш қылды бізге. Өйткені анамның еміне ақша қажет деді. Мен әйелім жақсы көреді екен. Машинаны өзінің бір белгілі себептеріне байланысты алмайды, ақшасын алатын болды. Анаңыздың дертіне шипа берсін иншалла. Я қазір көбісі айтуы мүмкін, өздерінің адамы. Көбісі бізге сөйтіп жазады. Мен де сөйтіп ойлайтын бұрында. Өздерінің адамдар шығар, бір туысына бере салатын жер. Жоқ, қазір өзім ұтқаннан кейін сеніп тұрмын да, ол настоящий, ол Алланың берген несібесі. Ана жақтан таксимен бітіп келе жатқан үшін көріп тұрмын. Бантик тұр, ой деп бұндай ішіне қуанып тұрмын ғой. Олжасхан інім, сен қуаныштысың ба? 17 жасар қарындасымыз біздің эфирімізден шай алып машина туғанына. Қуаныштымын. Қуаныштымын. Көрімдігін бермейсің ба? Берейін. Каспий бар ма сізде? Болды, Каспийіңізге атам ғой. Анасының еміне ақша керек екен. Сол себепті көлікті алмайды. Ақшаны анамның еміне берем деп қарындасымыз осы жүрегімізді елжіретіп тұр. Ата-аналарымызды құрметтеп жүрейік, бағалау жүрейік. Алла қаласа 3 күннен кейін тағы бір эфир. Сол эфирде енді келесі жеңімпаздарды Бауыржан ағамыз анықтап қуантады. Машалла, Бауыржан ағамыз намазын қаза етпейді. Отельден шығып отқан кезінде киімге мән беріп шығу керек та, інім. Өйткені кешке дейін 5 уақыт оқуың керексің. Сылтау болмау керек. Мен мынандай қысқа шортик кие салғанмын ғой жолға. Сол ағам ұрсып жатыр маған. Сен намазыңа қарай киінуің керек та. Киіміңе қарай намаз оқылмай қалмау керек. Келістік па? Все, қабыл болсын иншалла. Құрметті оқырмандар, кеше нені оқып жатсам, комментарияны TikTokқа салдық қой видеоны. Көп жазып жатыр екен, актер, актрисалар жинап алыпсыңдар, күшті алдайсыңдар, күшті ойнайсыңдар деп. Алла сақтасын. Ешқашан осы күнге дейін ешкім ақысына кіріп, өйтіп өтірік істеп, мен постановочный контент жасамағам. Енді біз ешкімге ақталмаймыз енді. Бәрін ешқашан жақпайсың. Бауыржан ағаның да көріп жүрмін ғой. Алдап ақша беріп жатқан жоқ. Бәрі шынайы. Қолдап, сеніп, біреудің қуанышына қуанып жатқан жандар. Сіздерге Аллах разы болсын. Адамдар қай кезде сенеді? Когда өздері ұтқан кезде ғана.